бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге хот-догтың ерекше жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Ол үшін ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз да, оның үстіне қант, тұз, дрожжымызды бірге салып, сосын үстіне ұнымыздың кішкене бөлігін салып, сұйықтау қамыр илейміз. Одан кейін үстіне сұйық майымызды құятын боламыз. Сосын тағы да ұнымызды салып, бір келкі қамыр илейтін боламыз. Яғни қамырымыз жұмсақ болып шығуы қажет. Міне көріп тұрғандарыңызда менде осындай қамыр шықты. Қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ қамыр болады. Одан кейін қамырымызға кішкене май жағып алатын боламыз. Астына да үстіне де жақсылап майымызды жағып, жылы жерге орап қоямыз. Одан кейін котлет дайындаймыз. Бізде осындай фаршымызға тұзымызды, қара бұрышымызды және де кішкене қызыл бұрышымызды салып, оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап бір келкі етіп араластыратын боламыз. Яғни бізден бұл котлеттер дайындалып шығатын болады. Біздің бұрыштарымыз, тұздарымыз барлығы жақсылап бір-бірімен араласуы қажет. Одан кейін араластырып болғаннан кейін осындай ыдысымызға, яғни фаршымызды қолымызға алып, жақсылап домалатып аламыз да үстінен кішкене басып, осындай форма жасайтын боламыз. Яғни бізде бұл бір келкі форма шығуы қажет. Одан кейін осындай пештің ыдысына жақсылап барлығын бірдей етіп қоятын боламыз. Барлығын қойып болғаннан кейін бетіне осындай сұйық май жағып жібереміз де 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Одан кейін ашқан қамырымызды ыдысымыздан алып, барлығын жақсылап жайып алып, бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Барлығын бір келке етіп бөліп аламыз. Бізде бұл бір қамырдан, бір тестадан, яғни 8 ұшты хот-дог шығатын болады. Осылайынан барлығын бір келке етіп аламыз да, үстіне кішкене сұйық майымызды жағып, оқтаудың көмегімен немесе қолының көмегімен домалақ етіп қамырымызды жайып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайынан орап алып, жақсылап бір-біріне жабыстыратын боламыз. Сосын бетіне жұмыртқасы жағып 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Одан кейін осылай пиязымызды майдалап турап алатын боламыз. Яғни бұл да біздің хот-догымыздың ішіне бір дәм береді. Бір пиязымызды турап алғаннан кейін үстіне осылай мынан бір помидорымызды турап алып, үстіне кішкене тұзымызды сеуіп, екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Сосын біз ішіне осындай соус дайындайтын боламыз. Чеснок, укроп және майонез үшеуін жақсылап араластырамыз. Бізде бұл хот-догымыз құрғақ болып қалмауы үшін және де бұл да бір дәм береді. Пісіп шыққан булочкаларымыздың ортасын кесіп алатын боламыз. Сосын осылайына жаңағы соусымызды бірінші жағып алып, одан соң жаңағы пісіріп алған котлеттерімізді салатын боламыз. Яғни бізде бір булочкаге 2 немесе 3 котлеттен келетін болады. Одан кейін жаңағы помидор, пиязымызды араластырып алдық қой, соны салып, тағы да үстіне кішкене соусымызды салып, барлығын осылайынан жинап шығатын боламыз. Бұл да балаларға өте қатты ұнайды. Сіздер де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!